Всё, көрінді, иә? Мгм. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде conditionals. Енді біз білеміз ғой, то, что conditionals болған кезде міндетті түрде бізде if-тен басталады деп. На самом деле if-тен басталмайтын да conditionals бар. Енді қараңыздаршы, he had known about the traffic, he, иә, бірнәрсе earlier дейді. Қайсысы келеді деп ойлайсыздар? Қай conditionals болады деп ойлайсыздар? А варианты дейді. Иә, А варианты дұрыс болады. Енді қараңыздар, бізде всегда айтатынбыз, иә, conditionals болған кезде бізде міндетті түрде if subject, иә, мына жерге жаза берейін. Мына жерге if болу керек, одан кейін бізде subject болу керек етін, одан кейін біздегі үшінші деп айттық қой, сол себепті бізде had и плюс V3 болатын. Плюс V3 болатын. И одан кейін бізде келесісінде уже не болушы еді, бізде егер third conditionals болатын болса, бізде would have, и одан кейін біздегі V3 болу керек еді. Енді бұл жерде қараңыздар, if conditionalстың бізде advanced деңгейінде келетін болған кезде, бізде if деген қоюдың қажет жоқ. Яғни бұл жерде бірінші неден басталады екен, had, одан кейін бізде subject, одан кейін subject, одан кейін V3 қоюға болады екен. И ары қарай біздегі екінші сөйлемі бар ғой, осы структура бойынша кете береді екен. Енді осы кездегі бізде ең келетін ответтердің ішіндегі тек қана А варианты. Яғни had he known about the traffic, he would have left earlier дейді. Егер ол, трафик туралы білген кезде, не дейді, ол ертерек кетер еді. Енді қараңыздар, third conditionals дегеніміз ол қандай? Third conditionals дегеніміз ол өткен шаққа былайша айтқан кезде қайтара алмайтын. Мысалы, егер мен оқығанымда, грантта оқитын едім, или қазір путешествовать ететін едім деген сияқтылы өкініш кері қайтарылмайды ғой. Сол себепті бізде не болады, осы структура арқылы жүреді екен. Б варианты келмейді. Left деп біз қоя алмаймыз, had left деп те қоя алмаймыз. Would live дегеніміз ол келеді second conditionals. Енді қараңыздар, had дегеннен басталатын болса сұрақ, онда бізде нені іздейткенбіз? Онда біз осы conditionalсты іздейткенбіз. Көбіне ол бізде не болады? Third болады екен. Так, все, отлично. Ары қарай келесінен кеттік. Енді қараңыздар, there is some и in the cup дейді. Енді бұл жерде кофе туралы айтылып тұр. Енді бұл жерде мынандай ғой, сіздердің қаншалықты сөйлемдегі мысалы сауаттылықты көрсетіледі. Сөзді жаза аласыздар ма деген сияқты. Кофе деген кезде біздегі бреф болмайды. Енді сөйлемді қараған кезде, some деген сіздерге қандай да бір ой беру керек. Some десе, это бізде uncountable nouns, яғни саналмайтын зат есімді сұрап тұр. Саналмайтын зат есім дегеніміз не ол? Ол дегеніміз мысалы біздегі судың количествосын, біз миллиграмм ретінде айта аламыз, бірақ самом деле бір су, екі су деп, бір кофе, екі кофе, бір чай, екі чай деп айта алмаймыз ғой. Сол себепті some дегеніміз саналмайтын. Кофе ол бізде саналмайды. Сол себепті some тұр. Енді кафе ол біздегі кәдімгі кафе. Coffees, мына жерде қате жазылған. Бізде coffees'тің артынан s жалғауға болмайды. Еще ол жерден қанша е болу керек? 2 и болу керек. Ол бізде қате жазылып тұр. Енді бізде ответтің ішінде либо Б, либо Д болды. Енді cup дегеніміз ол біздегі кружка. Кружка болып тұрғандықтан не болып тұр? Значит, ол біздегі кафе емес, кофені сұрап тұр. Яғни there is some coffee in the cup болады екен. Енді қараңыздар, егер бізде some деген сөзді көретін болсаңыздар, ол бізде uncountable noun'ды сұрайды. Енді осының ішінде сіздерде қандай сөздер болуы мүмкін? Сіздерде мысалы coffee, біздің недегі water, мысалы water, мысалы ретінде таққандай бар, tea бар. Сол сияқты сөйлем сөздер келетін болса, саналмайтын зат есім келетін болса, онда алдына не істейді? Some жүреді екен. Так, екінші сұрақ дұрыс болады, түсінікті болатын болса, айтсаңыздар. Все. Отлично. Так, келесі. Енді two pieces дейді. Бұл жерде тоже саналады, саналмайтын деген сияқтылы көбіне сондай сұрақтар келген екен бүгінге. Енді қараңыздар, two pieces. Негізі piece деген сөз, ол штук деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бір дана, екі дана, немесе біз үйренген бір штук, екі штук деген сияқты айтамыз ғой, сол сияқты. Енді бұл жерде қараңыздар, two pieces of бірнәрсе missing from the bus дейді. Bus это біздегі автобус. Missing дегеніміз ол біздегі етістік. Қандай да бір нәрсе жоғалып кетті.
Miss дегеннің екі мағынасы бар. Missing болатын болса, ол значит жоғалып кетті. Яғни екі чемодан немесе жүк, екі жүк не істеп кетті? Автобустан жоғалып кетті. Енді бұл жерде бізде кішкене ағылшын тіліндегі бір қиындық. Біз мысалы қазақ тілінде саналады, саналмайтынға біз енді ана тіліміз болған соң қатты мән бермейміз ғой, сөйлемде дұрыс бізде көбінесе болады. Ал енді ағылшын тілінде бізде зат есімдер сөйтіп бөлінеді. Luggage, басқа тілдер сияқты. Енді қараңыздар. Luggage дегеніміз ол біздегі жүк деген мағынаны білдіреді. Енді бұл бізде luggage деген жүк болғандықтан, бұл бізде саналмайтын uncountable. Сол себепті two pieces деп қойылған. Енді бұл жерде қайсы сіздерде дұрыс болады деп ойлайсыздар? Қай вариант дұрыс болады деп ойлайсыздар? Д. Д дұрыс. Luggage. Біз саналмайтын зат есімге ешқашан жалғамаймыз. Қай жаққа кетіп тұр оның несі? Мына жердегі pieces S-ке кетіп тұр. Сол себепті біз зат есімге қоймаймыз. Енді ол бізде уже жоғалып кетті ғой, өткен шақ. Сол себепті екі жүк жоғалғандықтан, ол бізде көпше болғандықтан, өткен шақта біз нені қолданамыз? Was were қолданамыз. Бұл жерде бізде көпше болып тұрғандықтан, were. Д варианты дұрыс болады. Так, хорошо. Сіздерде көбісі дұрыс белгілеген екен. Ары қарай келесі көге көшейік. 19. 19-да айтады. Your children's friend are here дейді. Енді бұл жерде мынандай сөздерге көңіл бөлу керек. Бізде бірінші children. Бізде child деген бар. Child дегеніміз ол біздегі бір бала. Біз айта аламыз, оның алдына a child деп. Енді children дегеніміз ол біздегі балалар. Көпше, Енді ол айтады, сенің балаларының досы осында дейді. Енді балаларын деген кезде бұл жерде бізде possession бар. Енді балаларын болғандықтан children деген сөз ол бізде көпше болып тұр. Сол себепті біз не істейміз? Балаларының деген кезде апостроф s жалғай салады екенбіз. Яғни кімнің? Сенің балаларының достары. Яғни қайсы болады бізде? Біздегі Д варианты дұрыс болып есептелінеді екен. Енді мынандай s-ті қай кезде жалғаймыз? Мысалы, бізде sisters деген сөз бар ғой. Мысалы, сенің әпкелерің, мысалы, әпкелерінің деген кезде, мысалы, sister, бұл біздегі бір сестренка, либо сестра деген мағына білдіреді. Sisters болатын болса, әпкелер немесе сіңлілер деген мағына білдіреді. Осы кезде біз егер әпкелерінің деп айтқымыз келетін болса, біз не істейміз? Көпше естен кейін біз апостроф қояды екенбіз. Хорошо? Осы жерден шатастық чаттухи. Да. Енді қарай барайық. Енді бұл жерде біздегі көбінесе артиклға байланысты, з-ге байланысты. Енді давайте бірінші сөйлемді дұрыстап оқылайық. Students of our university. Our university дегеніміз, яғни біздің университет деген сөз. Studies from Monday to Friday дейді. Яғни біздің университеттің студенттері понедельниктен, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін оқиды дейді. Енді қандай студент? Біз ол кім туралы айтып жатқанын біліп тұрық қой. Қай студент? Ол университетте. Кімнің университетінде оқиды? Біздің университетте. Сол себепті қандай студенттер туралы айтып тұрғандықтан біз біліп тұрмыз. Сол себепті біздегі мына жерде қандай артикл болу керек екен? Бізде міндетті түрде з артиклі жүру керек екен. Енді бірінші с мен а варианттарын сызып тастауға болады. Енді қараңыздар, бұл жерде почему-то үшеу берілген екен, мына жерде бізде екеу ғана беріп тұр. Енді Monday to Friday деген кезде апта күн атауларында біз з деген қоймаймыз. Бұл жерде бізде как факт ретінде айтып тұр, present simple болып тұр. Сол себепті ол жерге з қойылмайды. Яғни қай вариант дұрыс болады екен? Ол біздегі в варианты. The students of our university studies Monday to Friday. З не үшін қойып тұр? Потому что біз қандай университет, нақты қай студенттер екенін біліп тұрғандықтан. Так, все, жақсы. Так, Наурыз дейді. Is our national holiday. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Мысалы, Наурыз деп айта алмаймыз. Артиклін қоя алмаймыз. Наурыз бұл мереке. Мысалы, Наурызда мерекелердің алдында ешқашан негізі з қойылмайды. Почему? Наурыздың
Наурыз бар, бізде Christmas көбінесе келеді, Easter келеді, иә. Сонда Christmas, Наурыз, Easter деген сияқты келетін болса, оның алдына Z деген артикль қоймайды. Сол себепті D мен A варианты келмейді. Енді our national holiday. Our дегеніміз ол біздің, иә, біздің алдымызда, яғни our national holidayдің алдында ешқашан Z деген бізде келмейді. Сол себепті біздегі S варианты дұрыс болмайды. Яғни қай вариант қана дұрыс болады екен? B. Наурыз is our national holiday. Наурыз is our national holiday. B болады. Прям барлықтарыңыз дұрыс болып жатыр. Жарайсыздар. Енді біз айтқан болатынбыз, иә, бізде осы курста заңды көрсең, бізде нені іздеу керек? Біз comparative adjectives іздеуіміз керек. Comparative adjectives дегеніміз ол біздегі қазақша айтқан кезде салыстырмалы шырай. Енді мен мына жерде бір байқағаным, мынау нәрсені байқадым. Бізде Toyotаны айтып қойған, и мына жерде Toyota. Hyundai и Hyundai салыстырған. Енді айтады, Toyota is, yeah, cheaper or maybe expensive, yeah. Бұл жерде мына моментті ұмытпаңыздар. Бізде adjective болған кезде екіге бөлінеді. Short adjectives и long adjectives. Давайте short adjectives. Short adjectives дегеніміз не бұл? Мысалы, tall, я tall, ұзын. Ол бізде не болады? Taller, er жалғанады. Негізі буын саны 2-ден аспайды. Я мысалы short, shorter деген сияқты. Ал егер бізде adjectivіміз ұзақ болатын болса, мысалы ше, давайте мына жерге копировать етіп вставить ете салайын. Мысалы бізде мына жерде long деп жаза салайын. Ол кезде бізде adjectivтің алдыңызға не қоюымыз керек екен? More дегенді қояды екенбіз. Немесе lessті қоюға болады. Мысалы expensive. Потому что expensive деп er жалғай алмаймыз. Яғни more немесе less қоюға болады. Енді Toyota is, yeah, more expensive than Hyundai. Toyota Hyundaiға қарағанда қымбатырақ. Hyundai is less expensive than Toyota. Яғни біздегі наусы варианты самый идеальный келеді. Неге D варианты келмейді? The most expensive. Бұл жерде бізде күшейтпелі шырай. Күшейтпелі шырай дегеніміз, ол алдын айтқан кезде superlative. Енді қараңыздар, бізде superlative дегеніміз не нәрсе? Ол бізде, когда сөйлемде бір нәрсені аса деп ше, вот ең қымбатты, ең әдемісі деген сияқты айтатын болсақ, біз онда the most деп қолданатын едік. Сол себепті мына жерде бізде бірақ салыстырып тұр ғой, А мен Б-ны. Сол себепті D келмейді. Cheaper, less expensive деген тоже бізде келмейді. Мына жерде expensive деген кезде алдында more немесе less болу керек. Сол себепті А варианты тоже келмейді екен. Так, хорошо. Енді қараңыздар 23-те. Can you walk a bit? Ответі жазылып тұр екен. Faster. Сіздерге лайфхак ретінде мынау сөзді айтып кетейін. Неге бұндай кезде біз a bit? A bit дегеніміз негізі шамалы деген мағынаны білдіреді ғой. A bit. A bit деген сөзді көретін болсаңыздар, a little. Еще little деген сөздер бар. Онда бұл жерде бізде comparative қолдану керек. Неге comparative adjectives қолдану керек? Can you walk a bit faster? Сен кішкене тезірек жүре аласың ба дейді. Яғни қазір ол жай жүріп тұр ғой. И одан кішкене болсын қандай да бір жақсылау болу керек қой. A bit faster. Яғни бұл жерде уже как салыстырып тұр да. Қазіргі мен и сен тезірек жүре аласың ба деген сияқты. Сол себепті бұл жерде comparative. Енді қараңыздар. Fast, бізде fast, ол тез деген мағынаны білдіреді. Fast болып тұрғандықтан бұл бізде short adjectives. Short adjectives. Сол себепті оның артына не қосамыз? Біз мына жерде fast дегеннен кейін міндетті түрде er-ді қоя салады екенбіз. Яғни faster. Сол кезде бізде қай вариант дұрыс болады? С варианты дұрыс болады екен. Мен айтқам, мынау сөздер сіздерге лайфхак болсын. A bit faster, a bit cheaper деген сияқты ше. Осыны қолдануды ұмытпаңыздар. Көбінесе бізде күшті етістіктер келеді, именно қозғалысқа байланысты. Қараңыз жаздыра, мысалы бізде берілген сын есім, adjectives деген сын есім. Сын есім не ол? Ол зат есімді сипаттайды. Егер буын саны 2-ден көп болатын болса, мысалы beautiful. Beautiful дегеніміз ол бізде әдемі деген сөз. Beautiful деп біз бөлеміз, буын саны 3 болып тұр. Сол себепті beautifulдың алдына more'ды қоямыз.
expensive, more expensive деп айтамыз. Мысалы, етістік қандай болсын, short болсын, иә, short дегеніміз қысқа. Бірақ не болып тұр ғой, буын болып тұр ғой, сол себепті shorter деп артына er-ді жалғай салады екенбіз. Ешқашан more shorter деп айтуға болмайды. Пожалуйста, хорошо? Мгм. Так, енді 24-ші сұрақ. Ол жерде сіздерде негізінде грамматикадан да бөлек бірінші сөйлемдерді, яғни сөздің мағынасын білесіздер ме, білмейсіздер ме, соны берілген. Енді the film was so that we decided to watch it once again дейді. Енді қараңыздар, айтады да, бұл жерде flying. Flying дегеніміз ол ұшып жатыр. Иә, ұшу деген мағынаны білдіреді. Smoke tried деген сөз, smoke это білесіздер, иә, біздегі анау аспандағы смокты айтады, немесе темекі шегуді айтады, иә, етістік болатын болса, try дегеніміз ол кептірілген деген сөз. Енді қараңыздаршы, киноны біз smoke tried деп сипаттай аламыз ба? Біз никак сипаттай алмаймыз. Interesting. Interesting это жақсы. Біздегі анау ing жалғанғанда дұрыс болып тұр, потому что неге? Біздегі the film, яғни фильмді сипаттап тұр. Фильм қандай болды? So interesting, яғни қызықты болды. Енді handwritten деген сөз. Handwritten деген сөз қолмен жазылған. Иә? Енді біз фильм қандай болуы мүмкін? Екінші рет көретіндей. Ол бізге қызықты болады. Сол себепті біздегі қай болады екен? С вариант болады екен. The film was so interesting that we decided to watch it once again. Негізінде мынандай структура тоже бар. So, одан кейін міндетті түрде ол нәрсені мынау зат есімді сипаттайды. Иә, одан кейін затты қолданады. That we decide to watch it once again. Негізінде дальнейшем мысал ретінде алыс тапсыратын болсаңыздар, мынандай структураларға көп көңіл бөлу керек, потому что кейін эссе жазған кезде, спикинг жасаған кезде осылар сіздерге өте көп көмектеседі. Все жақсы. Так, ары қарай. Сұрақтарыңыз болса жазып отырсаңыздар. You and I, сен және мен, are good students, яғни сен және мен, біз жақсы студенттерміз. So, teachers likes us дейді. Енді бұл жерде мынау нәрсе. Біздің, you and I деп тұр. Яғни you and I дегеніміз ол бізде көпше. Екі адам айтып тұр. Екі адам. Мысалы, two people дей салайын. Two people. Енді you and I, енді қараңыздар. You and I. Енді бұл жерде екі адам туралы айтып тұрғандықтан, біздің мұғалім деп айту үшін біз не істейміз? Бұл біздің деген сөз, ол ағылшынша бізде our деп айтылады. So our teacher, likes бізді деген сөз. Біздің мұғалім бізді жақсы көреді. Яғни бізді деген сөз ол не болады? Бізде us. Сонда you and I are good students, so our teacher likes us. Us деген ол біздегі біз деген мағынаны білдіреді. Сол себепті мынау варианты келеді екен. We дегеніміз ол біз келмейді. They олар деген сөз. Our дегеніміз ол біз, us дегеніміз біздің деген сөз. Сол себепті А вариантында біздегі мынау us пен our'ды алмастырып қойған екен. Тек қана бізде қай вариант келеді екен? Мынау Д варианты келеді екен. Нас деген сөз. Дұрыс. Так, келесі. Енді қараңыздар. Look at, these that earrings on my palm, palm, Jamie gave them to me дейді. Енді қараңыздар. Palm деген сөз это біздегі алақан. Енді айтады, мені алақанымдағы сырғаларға. Енді сырға дегеніміз ол біздегі earrings, earrings деп аталады. Менің қолымдағы, яғни алақанымдағы сырғаларға қараш, оны кім берді? Jamie gave them to me. Яғни оны кім берген екен? Jamie берген екен. Енді бұл жерде менің алақанымдағы ол бізде қол жетерлік жер ғой. Яғни бұл біздегі мұнда деген мағынаны білдіреді. Енді earrings деген кезде бізде нашта эш қалып тұр. Бұл бізде яғни көпше болып тұрады. Енді көпше болып тұрғандықтан, бұл жерде біздегі мұнда дегеніміз ол біздегі this. Енді this-тің көпшесі не болады? This болады. Яғни қай вариант келеді? Бізде тек қана мынау А варианты келеді екен. Негізінде былай анализ жасасаңыздар болады, сразу мысал ретінде palm деген сөзді не екенін білмесеңіздер, мысал ретінде earrings S болып тұр, значит бізде мынау D болуы мүмкін, либо А болуы мүмкін.
Бұмен сыны бізде ол жекеше болып тұр. Сол себепті сразу метод исключения дейді ғой. Сөйтіп андай өшіріп тастасаңыздар болады. Яғни либо А, либо Д. Потом уже анализ жасайсыздар. On my уже денесінің бір жерінде тұр. Мысал ретінде, білмеймін енді, бүйтіп қолмен ұстап тұр ма деген сияқты ше. Сол кезде уже мұнда дегенді білесіздер да, сонда А варианты деп белгілейсіздер. Да. Так, енді давайте 27-ні қарап. 27 негізінде тоже өте күшті сұрақтардың бірі. Неге 27 күшті? Потому что бұл жерде whose, who, where, that дегендерді прям сұрап тұр. Енді давайте the book, I lost was very interesting. The book that I lost was very interesting. Негізі бұл жерде көрсетіп тұрады да, қай кітап екенін нақты. Сол нақты кітапты көрсету үшін біз бірінші түсініп алуымыз керек екен. Енді біз book дегенді көріп тұрмық, кітап. Енді сол кітап деп айту үшін біздегі ана жердегі метод андай сызып тастау арқылы бірінші алып тастайық. Қайсы келмеуі мүмкін? Бізде who дегеніміз ол адамға қолданылады. Where дегеніміз ол біздегі қай жерде, мысалы локацияға байланысты, соған байланысты қолданылады. Whose дегеніміз ол біреудің иелігіндегі нәрсе. Мысалы, біреудің телефоны болған кезде whose phone деген сияқты айтуға болады. Енді қараңыздар, who всегда бізде адамға қолданады. For human. Так. For human. Where? Location. Location. Whose? Бағана айттым. Ол біреудің иелігіндегі, біреудің меншігі. Мысалы, the boy, whose phone was stolen. Кімнің the boy деген сияқты. Яғни қараңыздар, that ол именно осы біздегі заттарға қолданылады. The book. Book дегеніміз жаны жоқ нәрсе ғой. И ол нәрсе болып тұрғандықтан бізде не қолданылады екен? That. Мыналардың ешқайсысы бізге келмейді. Whose не үшін келмейді? Потому что бұл жердегі біздегі біреудің меншігін айтып тұрған жоқ. Так, все. Қарай. Енді тоже мына жерде тоже прикольный сұрақ. The foreign people who came to the conference went nowhere while they were in the city because it was too dangerous to walk around it. Енді айтады, конференцияға келген шетелдік адамдар қалада болған кезінде ешқандай жерге барған жоқ дейді. Себебі шығу, яғни өте қауіпті болды дейді. Енді бұл жерде мынандай нәрсе. Бұл жерде бізде сөйлем болымды ма, болымсыз ба, соны анықтап алу керек бірінші. The foreign people who came to the conference went, яғни went деген сөз барды. Значит, сөйлем бұдан кейін болымды болуы мүмкін, болымсыз болуы мүмкін. While they were in the city. Because it was dangerous. Бұл жерде біздегі ең маңызды мағынасы dangerous деген сөзге көңіл аударуға болады. Почему? Потому что өте қауіпті болды дейді. Яғни ол қалада болған кезде жаққа барған жоқ. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде қандай сөздерді мен кездестіріп тұрмын. Мен ең алғашқы anywhere деген сөзге көңіл аударам. Anywhere дегеніміз ол біздегі кез келген жер. Сосын сөйлемнің басындағы any дегенді көріп тұрсыздар ғой. Any бізде көбінесе болымсыз сөздерде қолданылады. Бірақ самом деле бұның мағынасы былайша айтқан кезде кез келген жер. Somewhere дегеніміз ол бізде белгілі бір жер, somewhere бір жерге барады. Nowhere дегеніміз no и where берілген, яғни ешқайда деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Значит, ол қайқа барды, ешқайда, еш жаққа барған жоқ. Сол себепті мағынасы жағынан біздегі с варианты ғана келеді. Д варианты бұл жерде сіздерге әдейі шатастыру үшін where any деп қойып қойған, бірақ самом деле бұның ешқандай мағынасы жоқ. Яғни грамматикалық түрде егер біз қарайтын болсақ, мынау Д вариантында мағынасы жоқ. Anywhere кез келген жер, somewhere бір жер, nowhere дегеніміз оны деген сөз ешқандай жерде көрсетеді. Енді қараңыздар. 5 times 5 негізінде өте оңай. Бұл жерде сіздерде 5 жердегі бесім қанша деп сұрап тұр. 5 жердегі бесіміз 25 екенімізді білесіздер, кәдімгі сандық ретінде уже айта бересіздер.
Біздегі мына жерде қараңыздар, мына 50, fifths, 5, иә, енді 20, 20 дегеніміз, сіздерге жазып кетейін. Ол бізде қалай жазылады? 20, иә, ол бізде 20. Осылай жазылады. Енді 25 деп айтатын болсақ, ол не болады? Бізде 25. Мынандай болады. 25. Сол кезде қайда вариант болады екен? D варианты болады екен. Намен шатасып қалмаңыздар. B-мен шатасып қалмаңыздар. Хорошо? Так. Так, жақсы. Так, не кеттік. Енді қараңыздар. The result of his task decision was дейді. Яғни оның, иә, мысалы сұрағының, яғни задачасының жауабы не дейді? 6-дан 3 дейді. Қазақша біз былай бөлеміз негізінде. Қазақша мысал ретінде біз жазып қояйын. Мына 3, мына жерде 6. Бізде мынаны айтамыз: алымы, мынаны бөлімі деп атаймыз. Дұрыс па? Енді негізінде ағылшын тілі қазақ тілінен қарағанда орыс тіліне жақындау болғандықтан біз былай оқимыз ғой: астыдан үстіге қарай айтамыз, 6-дан 3 деп. Ал орыстар былай айтады: 3 шестых деп айтады. Яғни 3-ті бірінші айтады алымда тұрғаны, потом барып уже заменательді айтады. Енді қараңыздар, осы кезде ағылшын тілі осыған ұқсайды. Енді мынандай нәрсе бар. Алымында тұрған кәдімгі сан, то есть біздегі мынау сан, кәдімгі өзінің бірінші реттігін қалдырады. Яғни third, 3-ші, 4-ші деп біз қолданбаймыз. Яғни A келмейді, B, C, D үшеуінің ішіндегі біреу келеді екен. Енді 6 дегеніміз 3-тен 6-шы деп айтуымыз керек қой. Сол кезде сосын бөлімінде тұрған санда міндетті түрде S жалғану керек екен. Сол кезде қай вариант қалай келеді екен? Біздегі мына C варианты ғана келеді екен. Енді негізінде давайте сіздерге бір-екі мысал көрсетейін. Мысалы, 3-тен 2 болсын. Енді осыны қалай айтады екенбіз? 2/3 деп атаймыз. Яғни мына 2 алымда тұрғанның ешқандай өзгеріс болмайды. Бөлімде тұрғанда міндетті түрде бірінші, екінші деген сияқты еще S жалғайды екенбіз. Бірақ бізде бір мынандай проблема бар. 2-ден 1 дегенді біз былай айтады екенбіз: 1/2. One half деп айтуға болады. Одан кейін тағы қандай бізде сандықтар бар. Мысал ретінде 3-тен 6. 6-дан 3 десек. Бұл жерде 3/6 осылай болады екен. Мынаны кәдімгідей дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Енді 3-тен 6-дан 3 дегеніміз ол 2-ден 1-ге 1/2 деп айтуға болады. Тағы мысал ретінде қандай болсын? Осылай кете береді. Кәдімгідей интернеттен отырып алып іздесеңіздер де болады. Ол бізде былай айтылады: fractions. Яғни бөлшектер деп аталынады. Half деп айтпайды. 1/4 деп айтады. 4-тен 1 бөлігін 1/4. Біз анау бастауышта оқыған кезде бізде сағат үйрететін quarter деген сияқты, half деген сияқты, 4-тен 1 бөлігі или ширектің 1 бөлігі деген сияқты quarterмен айтасыздар. Так, келесі. I don't understand this word. Енді біздегі самый ең алғашқы нәрсені үйреткен, иә? What does it mean? Яғни ол нені білдіреді? Мен бұл сөзді түсінген жоқпын, ол нені білдіреді? Бұл негізінде WH question деп аталынады. Неге? Почему мына жердегі what'ты көріп тұрмын? Енді WH question дегеніміз when, where, which, who, what деген сияқты қолданылатын бәрін бізде WH question дейді. Енді бізде бұл present simple болып тұрғандықтан do, does, иә, одан кейін ол бізде неге жүру керек? Одан кейін бізде міндетті түрде subject и ары қарай verb жүреді екен. Яғни subject и етістің бірінші формасы жүреді екен. Verb деп жазылай. Осы структура бойынша what does it mean? Яғни бұл не нәрсені білдіреді? Мен бұл сөзді түсінген жоқпын деген сөз. Енді келесі оттегіні қарайық. We got in traffic jam on the way to the cinema by the time when we came the film. И бірнәрсе дейді. Енді қараңыздар, давайте осыны аударайық. We got in a traffic jam on the way to the cinema.
яғни синемаға келе жатқан кезде, кинотеатрға келе жатқан кезде бізде не болды дейді, мынау трафик болды дейді, трафик джам болды дейді. Яғни ол жерде не істеді, машиналар көп уақыт тұрып қалды. By the time, осы уақыт аралығында we came, иә, не істеді, олар келді. Келген кезде не істеді, кино уже басталып кетті. Біздегі мынау екінші сөйлемге міндетті түрде жақсылап тұрып көңіл аудару керек. Почему? Себебі қараңыздар, we came. Came деген сөз ол етістік. И ары қарай нақты қандай да бір действие болып жатыр. Енді біз бұл нәрсені түсініп тұрды, что екеуі де өткен шақта болды. Енді өткен шақта бір сөйлем ішінде болатын болса, біреуі бізде past simple, past perfect болуы мүмкін, либо past simple, past continuous болуы мүмкін. Енді олар келген кезде кино уже басталып кетті ғой. Сол себепті бірінші бізде не тұру керек екен? Бізде міндетті түрде past perfect жүру керек екен. Past perfect, бірінші действие. Одан кейін барып не болып жүреді? Бізде past simple болады. Past simple. Бұл просто мынандай ғой. Бірінші past perfect екенін көрсетіп жатырмын, екінші past simple. Яғни past perfect оның алдында болған іс-әрекет етіп жатыр. Past perfecттен кейінгі іс-әрекет ол бізде past simple'да болады. When we came, by the time we came, олар бірінші не істеді, ол екінші келді, бірақ кино басталып кетті. Сол себепті ең соңғы сөйлемдегі структура ол бізде не болу керек? Ол біздегі past perfect болу керек. Past perfect'ті білесіздер, ол жерде біздегі subject, had, етістіктің үшінші, немесе егер ол дұрыс болатын болса, онда ed жалғанған. Иә, сізге дұрыс. Енді, давайте мынау сұрақты оқиық. 33. Негізінде мен сіздерге советую всегда, когда бір сөздер мысал ретінде именно грамматикамен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде ключевой сөздерді жаттау керек. Енді былай істесеңіздер болады. Мысалы, мен бірінші мынау сөйлемді оқимын. We signed, sign деген сөз қандай да бір нәрсеге қол қою деген мағынаны білдіреді. Been in contact last year and it recently дейді. Енді мен бұл жерде екі ключевой сөз көріп тұрмын. Бұл ключевой сөздер не үшін маған керек? Бұл сөздер қандай шақта, қай шақ болып тұр, соны анықтау үшін. Яғни сөйлемнің структурасында қай вариант именно дұрыс болады, соны анықтау үшін. Енді мен бірінші жазып аламын өзіме. Бірінші мен нені көрдім? Last year. Last year дегенді көріп тұрмын. Енді одан кейін екінші сөйлемді қарайтын болсақ, and it и recently деген берілген. Recently деген сөз это недавно деген сөз. Енді last year, yesterday, in 2000, например, 25, қандай сөздер болуы мүмкін деген сияқты кәдімгідей бізде именно уақыт, өткен шақта қай уақыт екенін нақты көрсететін болса, мысалы last year, өткен жылы, last month, өткен ай, last day, соңғы күні деген сияқты. Yesterday, кеше, или мысалы 1917 жылы деген сияқты алып берілетін болса, онда бұл сөздерде деген сөз, бұл сөздер міндетті түрде не болады екен бізде? Ол жерде бізде past simple'дың несі жүреді? Структурасы жүреді екен. Past simple'ды сіздер уже білесіздер. Енді екіншісі, now recently деген берілген. Recently деген не деген сөз? Ол бізде недавно деген мағынаны білдіреді. Енді recently дегеннен кейін already, бізде қандай сөздер бар? Already, yet, сондай сөздерді көретін болсаңыздар, онда бұл не деген сөз? Онда ол present біздегі perfect болады екен. Яғни, енді ғана аяқталған шақ, қандай да іс-әрекет. Енді қараңыздар, last year дегенді көрдік. Біз айттық, что бұл жерде біздегі past simple болатынын. Past simple болғандықтан V варианты келмейді, и D варианты келмейді. Либо A, либо біздегі S варианты болады екен. Бұл жерде қалай ойлайсыздар? A бола ма, S бола ма? Айтсаңыздар. Сөйлеңіз. Неге Б дедіңіздер? Б болмайды ғой. Неге С? Жоқ. Бізде present perfect болғандықтан бұл жерде мынандай болады. It деп тұр ғой. Бұл жерде бізде possessive, яғни ол не деді? Недавно ғана не істеді? Prolonged дейді. Long деген сөз біздегі ұзын деген мағынаны білдіреді. Prolonged деген сөз, яғни ұзартылды деген мағынаны білдіреді.
Бұл жерде бізде active voice емес passive voice. Passive voice болып тұрғандықтан, бұл именно present perfect'тің passive voice'ы. Сол себепті ол не болады? Біздегі has, have has, одан кейін міндетті түрде been и етістіктің үшінші формасы жүру керек. Сол кезде ол біздегі а варианты болады. Ал мынаусы ол бізде қате. Has prolonged деген сөз біздегі қате. Потому что бұл жерде active voice емес passive voice. Так. Я. Жарайсыз, Әсер. Рахмет. Сұрақтарыңызды жазып кеткеніңізге. Енді келесі біздегі мынау аудио. Аудиода негізінде біріншісі өте жеңіл екен, екіншісі кішкене, то есть біріншісі қиындау, екіншісі жеңіл екен. Қазір мен бір рет аудионы қосамын, міндетті түрде қараймыз, сосын қай жерде ключевой ответтерді айтады, мен сол кезде сіздерге не істеймін, тоқтатамын. Хорошо? Давайте енді бастайық. The charity show. Kathy, we need some help for the charity show on Saturday. So, what do you want? Енді қараңыздар, charity show дейді да. Charity show дегеніміз ол бізде қайырымдылық шоуы. Енді мынау Бен сөйлеп жатқан басында we need help with a charity show деп айтты да. Сол кезде значит ол не болып тұр? Ол именно осы charity, яғни қайырымдылық қордың несі болып есептелінеді? Бен органайзер, яғни организатор болып есептелінеді. Сол себепті бізде қандай болады екен? Мына 34-ші сұрақтың жауабы біздегі Д болады екен. Болған жоқ шығар, иә, бірақ ол жерде айтылмады да нақты сөзбен именно Бен чаритидің организаторы деген сияқты қылып ше. Әдейі сіздерде уақытты алу үшін өстіп қойып беріп отыр. Сөзбен сөз берілмеген. Келесін көрейік. In Casey's opinion, Graham is not good at it. Яғни Кейтидің пікірі бойынша, Грахам неден жақсы емес? Telling funny stories. Telling funny stories дегеніміз қызықты историяларды айту. Біздегі стендаперлер сияқты. Singing. Ол ән айтудан. Playing онсы clarinet. Clarinet деген мынау нәрсе ғой. Мынандай саксофон сияқты ма? Қалай айтатын? Clarinet деген сондай. Яғни одан естиді, соны ойнаудан жақсы. Cooking, яғни әзірлеу. Енді осыны қазір мен сіздерге тыңдатамын, и қай жерде ответін айтады, сол жерде стоп жасаймын. Хорошо? What's my help for? The talent contest? But I can't do anything. Sure you can. No, seriously, Ben. I'm the last person you want for a talent show. Look, Graham would tell a few jokes to begin the show. Have you heard any of Graham's jokes? He can't tell jokes, Ben. Who else? Енді қараңыздар, бүйтіп айтады. Graham is going to tell the jokes дейді. Яғни Graham деп айтылған, ол не дейді? Jokes. Joke деген сөз, это прикол деген мағынаны білдіреді ғой. Прикол и funny stories екеуі бір-біріне бұл негізінде мағынасы жақын синоним сияқты болып тұр. Айтады да, he cannot tell the jokes дейді. Яғни Кейти айтып тұр да, то, что ол айта алмайды деп тұр. Значит, ол не болады? Біздегі now playing on the clarinet, cooking туралы айтылмаған. Сол себептен істейді, біздегі now A варианты ғана дұрыс болады екен. Енді ары қарай, так, 36 сұрайық. Katie would sing on her song at the end of the show because it. Енді қараңыздар, кім мына аудионы тыңдады до конца, негізінде at the end of the show. Неге ол сол шоудың ең соңында айтайын деп жатыр өлеңді? Оның причинасын айтылған. And it her mother is going to play on the clarinet. Мынау мамасы мынау аспапта ойнайын деп жатыр. Сол себепті Кэти ең соңында шоуда выступать етейін деп жатыр. Ол айтылмаған негізінде. Graham started on the contest. Graham туралы вообще сөз жоқ. She can't miss Susan's cookery style дейді. Ол Сюзаннаның ас мәзірлеу несін несе алмайды дейді. Пропускать ете алмайды дейді. Ben can't put her first дейді. Ben оны бірінші қоя алмайды дейді. Енді осылардың ішіндегісін тыңдап көрейік, иә? Well, your mother agreed to play a piece of music on the clarinet. Oh, that will be nice. She can play well. Now we need you to do something. What can you do really well? I can do some card tricks. Do they always work? I can practice. They usually work. What about singing? My voice isn't too terrible. I can sing the national anthem quite well. Ah, that's great. What time does the talent show start? Around 3 in the afternoon? Oh no. Енді қараңыздар, осы жерде Кейти сұрап жатыр, қай кезде басталады талант шоу деп уақытын.
No, I'm on Susan's cookery stall until 4. Oh no, I'm on the Susan's cookery stall дейді. Көрдіңіздер ма? Осы жерде сөзбе-сөз кәдімгідей мына с вариант екенін көрсетіп тұр. 4. Can you escape for just 5 minutes? Not really, but if you want, I can sing my song at the end of the show. Көрдіңіздер ма? Sounds perfect. Айтады да, Бен, давай оны не істе, 5 минут болсын ерте кел деген сияқты қылып ше. Бірақ ол айтады, жоқ, мен не істей алмаймын. Давайте мен лучше ең соңында қойылымға қатысайын деп. Оның шоуға ең соңғы қатысу причинасы неде? Потому что ол Сюзаннаның кукери шоуынан қала алмайды екен. Көрдіңіздер ма? Жалпы кішкене қиынырақ, потому что біз мынау берілген аудионы басында, аяғына, бір жерде мысалы сөз естімей қалдық па, қайтып артына қоя аламыз. Сол себепті бірінші келген сұрақтың ответі ең соңында келуі ол әбден мүмкін. Хорошо? Енді Katie thinks she did. She can do nothing дейді. Енді осы жердегі мынау сұрақта негізі басында айтып кеткен болатын. Can do nothing деген сөз ештеңе істей алмайды. Can tell jokes деген сөз прикол айта алады. Is talented, яғни ол талантты. Can play music дейміз, музыкада ойнай алады, аспапта. The charity show. Kathy, we need some help for the charity show on Saturday. So, what do you want my help for? The talent contest? But I can't do anything. Көрдіңіздер ма? The talent contest дейді, but I cannot do nothing деген сияқты айтып жатыр да. Сол себепті біздегі мына с келеді екен. 37. Сізде қалай болып жатыр? Ой, рахмет, Аружан. Так, ары қарай. Katie agreed дейді. Не үшін ол келісті? Agree дегеніміз ол келісу деген мағынаны білдіреді, иә? Неге келісті? To sing a song at the end of the contest дейді. To start performance, яғни ол ең соңында өлең айтуға дейді. To start performance with a national anthem дейді. National anthem дегеніміз ол біздегі әнұран деген мағынаны білдіреді. Yeah? National anthem. Not to take part in the show, to escape from Susan's cookery stall for 5 minutes дейді. Яғни 38-де біздегі ол неге келісіп еді? Ең соңында қазір мен сіздерге моменттерді тыңдатамын. At the end of the show. 1-ден 6 кеткен кездегі момент. That sounds perfect. We will finish it up at about 5 p.m. Okay, agreed. Put me down. Көрдіңіздер ма? 1-ден 12 кеткен кезде прям айтты. Окей, agreed деді. Не істеді? Яғни ол ең соңында выступать етуге рұқсат айтты, типа келісті деген сөз. Хорошо? Мына моменттерді сіздерге айтып жатырмын телефоннан именно қандай екен, чтобы сіздер подробно есту үшін құлақты үйрету керек. There was a problem with it. Participation in the talent contest дейді. Енді кімде проблема болды? Негізінде мамасы туралы ештеңе айтылған жоқ. Кейбір моменттер айтылды. Бірақ ода проблема болды кіммен? Кейтимен. Потому что ол не үшін айта алмады? Потому что ол анау сағат шоу басталып жатқан кезде ол біреудің кукери шоуында болу керек болды да. Сол себепті ол ең соңында выступать етейін деп жатыр. Сол себепті бұның ответін білеміз. 39 ол біздегі Кейти деген сөз. Енді сұрақ болатын болса міндетті түрде қойыңыздар. Хорошо? Жақсы ма? To how дейді. Енді Бен күмәнданады дейді. Яғни біреуге күмәнданады. Grandparents will tell jokes дейді. Грамканың прикол айта алатынына дейді. Ондай вроде болған жоқ. Katie's mother would play on the clarinet. Кэтидің мамасының бағана саксофон деп айттым ғой. Негізгі атауын нақты білмеймін. Clarinet деген сол аспап қой. Соның сода ойнай алатынына дейді. Grandma would sing the national anthem дейді. Яғни ол жерде national anthem туралы айтылмаған. Яғни ол жерде ешқандай әнұран айту деген сияқты айтылмаған. Katie would do card tricks дейді. Енді осыны қазір мен сіздерге қай секундтар екенін айтамын примерно. What do you want my help for? The talent contest? But I can't do anything. Sure you can. No, seriously, Ben. I'm the last person you want for a talent show. Look, Graham would tell a few jokes to begin the show. Have you heard any of Graham's jokes? He can't tell jokes, Ben. Who else do you have? Well, your mother agreed to play a piece of music on the clarinet. Oh, that will be nice. She can play well. Now we need you to do something. Қараңыздар, 34 секунд кеткен кезде айтады. Енді сен бір нәрсе істеуің керек дейді. Қазір осы жерде не үшін күмәнданғанын тонынан білуге болады. What can you do really well? I can do some Айтады, what you can do really well дейді. Сен шынымен де не нәрсені күшті істей аласың дейді. И Кэти қазір айтады. card tricks. Do they always work? Міне, I can do card tricks дейді.
Do it always work дейді да. Яғни ол всегда сенде получится ете ме деген сөз. Яғни мына do варианты болады. Бен сонда оған не істеп тұр? Күмәнданып тұр, то, что кететін картадан трюктар көрсете алатыны. Окей, хорошо, 41-ге кеттік. Casey was about to refuse to take part in the show because of, неге refuse деген сөз, отказ деген сөз. Яғни шоуға қатысуға ол отказ бермекші болды. Не себептен? Ол кім үшін? Ол Сюзанна үшін, бағанағы. Хорошо? Окей. Сол себепті. Бағана бұл 36-41 секундтарында айтылған. Енді кеттік. Sally sees that Jane's mother suffers from it. Енді бұл уже біздегі басқа не екен? Қазір 1 секунд. Оға дейін не жаза тұрыңыздар? Комментарий жаза тұрыңыздар. Қазір 1 секунд. 1 минуттай. Екінші аудио прям өте оңай. Прям сөзбе-сөз берілген. Сіздер, получается, контексттен сұрақ бар ғой, и айтылады. Кейбір жерлерде ғана синонимдер айту мүмкін. Жалпы сондай екен. Давайте енді тыңдап тұрам. Sally sees that, Jane's mother suffers from it. Suffer дегеніміз жата біздегі зардап шегу. Яғни Sally дегеніміз ол біздегі не ғой, тауып деп айтама, қалай айтады? Болашақты болжайтын адам. Jane's mother, яғни Jennyдің мамасын. Яғни бір нәрседен ол не істейді? Suffer. Енді осыны тыңдайық. Dialogue between Jane and fortune teller Sally. Who is Caroline? Fortune teller деген сөз, яғни fortunate деген сөз, қазір мен сіздерге мына сөзді жаттап алсаңыздар болады. Так, қазір жазайын әдемі тұр. Fortune teller. Fortune teller дегеніміз ағылшынша ол біздегі нелерді айтады? Болашаққа болжам жасайтын адамдарды, немесе қазақша бір сөз бар, тауып деген, соларды айтады. Яғни Jane неге барады? Sally деген тауыпке барады. И оның не істейді? Будущесі туралы, анасы туралы, бала-шағасы туралы соны сұрайды екен. Хорошо? И потом сіздерге мынау сөз, ache деген сөз бар көретін болсаңыздар, ол қандай да бір ауру. Headache, backache, toothache деген сияқты. Stomachache, асқазан ауру, toothache, тіс ауру, backache, артқы жақ, headache, бас ауру деген сияқты. Ше? Окей. Енді бұл жерде біздегі мынау акцент өте қиын екен, но тыңдау керек, амал жоқ. I'm afraid I don't know anybody like Caroline. Well, somebody called Caroline is going to have a powerful and positive effect on your finances. Australia is very important in your life. Is it? I've never been to Australia. Well, you'll be going there very soon. What about my health? Let's see. Your mother suffers from headaches. Көрдіңіздер ма? Your mother suffers from headache. Сөзбе-сөз точно айтып тұр. Яғни бұл жерде даже синонимді не істеу керек. Headache, яғни D варианты болады. Түсінікті ғой, негізінде бір кішкене украинский ма сондай бір акцент айтылып тұр. Мұндай құлаққа кішкене қиынырақ. Ауруы. Listening осылай синоним келеді. Синоним негізінде мен екі рет тестке қатысқан кезде, listeningтен байқағаным мынандай болған еді. Синоним 4 сұрақтай келеді. Бірінші listening, екінші listening қарағанда жеңілдеу келеді. Вместе келеді көбіне. Бірақ қатты қиналудың қажеті жоқ сіздерде, потому что кәдімгі мысалы 10 рет тыңдаймын десеңіздер, 10 рет тыңдасаңыздар да болады. Сосын қандай қорқудың қажеті жоқ. Енді давайте керек. Fortune teller, Fortune teller Sally recommends Jane to watch out mother's headache because енді осы бас ауруының мамасының байқау керек. Не себепті? Потому что осының қазір причинасын айтады. Тыңдайық. Yeah, she does actually. She gets bad headaches. Well, you need to watch out for headaches and with your mother because hers are going to get worse. Көрдіңіздер ма? Hers are going to get worse. Осы дұрыс болады екен. Бас ауруын не үшін қадағалау керек, потому что ол ушығып кетейін деп жатыр деген сөз. Түсінікті ғой, Бұл бізде 0,40 секундта айтылған екен. Міндетті түрде қатеме жұмыс істегенде қараңыздар. Fortune teller recommends Jane not to be tempted to have surgery дегеніміз ол бізде операция деген сөз. Енді қандай операция? Металл операция дейді. Skin, тері операциясы, пластический операция, brain, миға жасалынатын.
But in general, you are a healthy woman and you'll have long life without any major illness. But you must never be tempted to have plastic surgery. Көрдіңіздер ма? Never have to tempted to have plastic surgery дейді. Бұл бізде 0,50-де айтылып тұр. If you do, it will go horribly wrong. Айтады, егер сен жасасаң, it will be go horribly wrong дейді. If Jenny has plastic surgery, it will go horribly wrong. Бұл қай секундта айтты? Бұл бізде 53-те айтты. Хорошо? Так, пластик. Я. Жақсы. Давайте кеттік енді ары қарай. Fortune teller predicts. Predicts деген сөз, андай не жасайды? Prediction жасайды. Мысалы, болжайды деген сөзді білдіреді. Predicts деген сөз болжау. Мысалы ретінде американский андай ньюстерді көретін болсаңыздар, жаңалықтарда, олар prediction жасайды, яғни алдын ала болжам жасайды. Мысалы, акциялар не болып жатыр, төмен түсіп жатыр ма, жоғары болып жатыр ма, алтынды қай уақытта алу керек, алтынның құны қандай болып жатыр деген сияқты ше. И осы кезде important country, бірақ мемлекетті айтқан болады, мына сөйлемнің басында где-то қазір Австралия туралы айтқан. Тыңдаңыздар. Cold Caroline is going to have a powerful and positive effect on your finances. Australia is very important in your life. Көрдіңіздер ма? Australia is very important in your life дейді. Яғни кімнің өміріне? Джейннің. Сол себепті біздегі now Австралия дұрыс болады екен. Ана Австрия деп белгілеп қоймаңыздар. Ол жерде ешқандай Канада, Аргентина деген сөзді мен кәдімгідей тыңдап шықтым полностью ол жерде. Так. Я, көріп кел. Дұрыс айтыңыз. Бұл кетті. Кеттік. Fortune teller predicts that Connor is very good with languages and he may end up working with words. Яғни Connor дегеніміз кім екенін білмеймін. Ол может баласы, күйеуі деген сияқты ше. Ол айтады да именно тілдермен жұмыс жасаған кезде мықты дейді. Яғни end up working with words. Яғни ең соңында ол немен сөздермен жұмыс жасауы мүмкін. Ол возможно поэт болуы мүмкін, или өлеңге, например, автор болуы мүмкін деген сияқты ше. Соны давайте ары қарай тыңдайық. But you must never be tempted to have plastic surgery. If you do, it will go horribly wrong. Your son Connor is very like you. He's good with language and he may end up working with words. Maybe a poet or songwriter. Көрдіңіздер ма? Your son дейді, Connor дейді, яғни оның баласы. End up poet or songwriter деп точно айтып тұр. Engineering ештеңе айтылып тұрған жоқ. Politician туралы тоже айтылып тұрған жоқ. Так, келесін көрейік. Fortune teller predicts that Henry Party Connor сен. Яғни бұл жерде үшістері неге внимание аудару керек, адам аттарына аударуымыз керек. With very good at language. Қайсы жақсы болды? Олар оның баласы Connor, тілмен жақсы болды. And he may up working with words, may be a poet and a songwriter. Енді қараңыздар, онау 48 пен 47-те кәдімгідей сөзді алғанда бірдей, почти. Мына жерде жауап жазылып тұр ғой, сонда 48-ші сұрақта 47-нің жауабы жазылып тұр. Connor, біз уже оны білдік. Одан кейін ары қарай. Jane said her songs won a poetry prize at university. Қаяқтан ұтып алды? Университеттен ба, summer camp'тан ба, лагерь, или может kindergarten, может school. Давайте осыны тыңдай салайық. In fact, he does like words and writing. And last week he won a poetry prize at school. But your daughter Clara is more like your ex-husband. She isn't good with words at all. It's true, they are both dyslexic. Яғни бұл жерде не болады екен? School болады екен. Яғни 49 ол біздегі не болады? Все, болды. Бүгінге бітті. Ой, рахмет Меруерт. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, потому что 30 күн, прям, если мощно дайындалып болсаңыздар, ағылшыннан смело 49-50 даже қолданыңыздан келеді, потому что өткен жылда сондай болған. Отзыв жасаңыздар болады, қуанып қалатын едім. Listeningті қалай көтеруге болады? Listening тоже мынандай. Мынандай моментте айтты, бір 20-дай ше нұсқа талдасаңыздар, уже ары қарай сіздерде білмеймін енді мықты алуға болады. Даже деңгейі негізі elementary, pre болса ше, ол смело. School деген ба? Қарау керек. Қазір айтам. A poet or songwriter. In fact, he does like words and writing. And last week he won a poetry prize at school. At school. Міне, қараңыздар, 1-ден 8 кеткен кезде айтылған.
at school. Қазір тағы да бір тыңдай білсеңіздер, давайте мен сіздерге тыңдатайын. 1-8, иә? 1-08. Всё. Сіздерге ұнаса, группаларыңызға не жасап жүрсеңіздер, мен кәдімгідей қуанып қалатын едім. Всё? Так, бізде бітуге 3 минуттай қалыпты. 3 минутта жазсаңыздар болады. 3 минуттан кейін уже аяқтай берейін, иә? Всё. Сіздерге рахмет көп. Мисалыма көп қатты қорқудың қажеті жоқ. Андай ғой, когда бүйтіп ұзақ уақыт бойы ше, қайтпай жасай берсеңіз, негізінде болады. Еще 14 күні қай күні тапсыратыныңыз белгілі болады ғой. Может, августтың басында тапсырасыз деген сияқты ше. Ол кезде сізде уже уақыт бар да. Просто мына нәрсе ғой, не қою керек та, вот мен там повышенный стипендияға и грантқа деген сияқты ше, мотивация деп. 1 ай, зато 2 жыл, и потом өмір бақыт бойы, если білім саласында жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге прям үстіне қосылады ғой. И все-таки магистрі бар адамдар, мындай айтасыз да, мен магистрантпын деген сияқты ше. Вот сондай. Иә. Так. Бұлар 2025 сондайдың. Сосын сіздерден сұрарым, группаға тоже айтсаңыздар, кіріңіздер деген сияқты ше, бір-бірлеріңіздің мотивацияларыңызды